Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Сымбат Асқар, алдымен аңдатпа. Қостанай автопаркі жаңа автобустармен толықты. Аймақ басшысы жүргізушілерге табысталған 15 қоғамдық көлікті қарап шықты. Облыс орталығында көлікті жаңарту есебінен жолаушылар тасымалының сапасын ішінара жақсарту көзделгендігі жайлы сәлден соң. Ұлттық ұлан әскери қызметшілердің тамақтану рационына ұлттық тағамдар енгізілмек. Жаңашылдық туралы сәлден соң мен Қарагөз Мақатов айтатын боламын. Қостанай автопаркі жаңа автобустармен толықты. Аймақ басшысы жүргізушілерге табысталған 15 қоғамдық көлікті қарап шықты. Облыс орталығында көлікті жаңарту есебінен жолаушылар тасымалының сапасын ішінара жақсарту көзделіп отыр. Бұл жұмыстар 2021 жылы қолға алынған еді. Автобустар паркі 2025 жылы қанша жаңа техникамен толығады, Асланбек Ахмет тарқатады. Қостанай қаласының қоғамдық көліктері тағыда 15 бірлік техникамен толықты. Заманауи технологиядан қалыс емес автобустардың іші бейнебақылау камераларымен, дыбыстық хабарлағыштармен жабдықталған. Ең бастысы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да жағдайы қарастырылып отыр. Бұл автобустар мүмкіндігі шектеулі адамдарға өте ыңғайлы. Мәселен, автобус аялдамаға келіп тоқтағаннан кейін мына батырманы басса болғаны автобустың жүргізушісіне сигнал барады, кейін есік ашылады. Одан кейін автобус сәл төмендейді. Ал жүргізуші болса, мына пандуста шығарып, арбаға таңылған адамға ыңғайлы маневр жасап береді. Александр Брунер қоғамдық көліктің тәжірибелі жүргізушісі. Оның сөзінше, жаңа техника сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Низко. Люди хорошо заходят, выходят. Көлік ең бастысы өте биік емес. Бұрынғы автобустарда баспалдақтар болатын еді. Ал бұл ондай емес, өте жайлы жолаушыларға. Терезелері кең ашылады, камералармен жабдықталып, мониторлар қойылған. Автобустан түскісі келетін азаматтарды камерадан еркін көре алам. Бұл 2025 жылы жаңартылуы қажет 28 автобустың алғашқы легі. Ақпан мен мамыр айларына дейін қалған бір техника жеткізілетін болады. Ол үшін қажетті алғашқы жарна салынып қойылған. Автобусов стало 26%. Қазіргі уақытта қала бойынша 111 жаңа автобустар бар. Олар 39 бағыт бойынша жолаушы тасымалдаумен айналысып жүр. Ал 2021 жылы жаңа автобустарда ала бастаған кезде олардың саны тек 11 еді. Қазір көбейіп отырғанын көріп отырсыздар. Енді бүгін міне 15 жаңа автобус келді. Маусым айына дейін тағы 3 кезеңмен жаңа автобустар келеді. Облыс әкімі Құмар Ақсақал жаңа автобустардың заманауи мүмкіндіктерімен танысып, олардың тұрғындар үшін маңыздылығына ерекше назар аударды. Оның айтуынша, сапалы және жайлы қоғамдық көлік қызметі тұрғындардың өмір сапасын арттыруға негіз болады. Здесь отстойник, и вот там еще на метр длиннее. Мысалы қарайтын болсақ, бұл автобустардың сыйымдылығы өте жақсы. Тұрғындар адам көп жүретін уақытта сыйымды болса деп сұрайды. Бұл автобус барлық сұраныстар бойынша нақты келеді. Қостанай қаласы бойынша күніне 196 қоғамдық көлік жолға шығады. Оларды жаңарту үшін бюджет қаражатынан бөлінетін ақша жыл сайын артып келеді. Бұл жаңа автобустарды сатып алуға мүмкіндік береді. Олжас Есенжігітов, Асланбек Ахмет, Алау телеарнасы. Қостанай облысының экономикалық соты әуежайдың телескопиялық жолағының кілттерін беру туралы талабын қанағаттандырды. Алайда шешім әлі заңды күшіне енген жоқ. Қостанай әуежайының аумағындағы телескопиялық жолақ өткен жылдың ақпан айында орнатылды. Бірақ бүгінгі күнге дейін ол жұмыс істемеген болатын. Мұның бәрі мердігерлік және қосалқы мердігерлік ұйымдар арасындағы заңды дауды бастады. Осыған байланысты қосалқы мердігер трап кілттерін әуежай қызметкерлеріне бермеді. Әуе айлағы басшылығы ұйымды шарт бойынша міндеттемелерді орындауға мәжбүрлеу туралы сотқа шағым түсірді. Нәтижесінде судья әуежайдың талаптарын қанағаттандыруға және талапкерлерге кілттерді беруге шешім қабылдады. Қостанай сотында сыбайлас жемқорлықты қылмыс жасау туралы іс қарала бастады. 2 адам пара берді деп күдіктелуде. Олардың бірі кәсіпкер, екіншісі аудандық мәслихаттың төрағасы. Олар мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарын орындауда. Бұзушылықтарды анықтаған мемлекеттік аудиторларға пара беруге тырысты деп айыпталуда. Соттаушылар істі қысқартылған тәртіппен қарау туралы өтініш білдірді. Жақында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының төрағасы мен депутаты қылмыс жасады деген күдікке ілінген туралы істі аяқтағандықтарын хабарлады. Өкілді аудандық органның басшысына 2 миллион теңге көлемінде пара берілген айып тағылған айтылды. Сотталушылардың жеке бас туралы ақпарат жарияланған жоқ.
Ашық сот отырысында біз Бекқалиев пен Мартинге қатысты іс бойынша сотқа дейінгі жедел тергеу жүргізілгендіктен қысқартылған тәртіппен қарауды бастаймыз. Пара іс материалдарына сәйкес облыстық ішкі мемлекеттік аудит департаментінің қызметкерлеріне арналған және оны Қостанайлық облыстың жеке кәсіпкерлер бірлестігінің төрағасы, аудандық мәслихатының депутаты Ербол Бекқалиев қоса атқарған. Тексерушілерге заңсыз сыйақы үшін фирманың аудандық мәслихат төрағасы мен үлестес серіктестігінің жергілікті мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік сатып алу шарттарының талаптарынан орындалмауына байланысты анықталған бұзушылықтар бойынша шаралар қолданбау ұсынылды. Бұрын сотқа тартылдыңыз ба? Жоқ, тартылған жоқпын. Хаттамамен таныстыңыз ба? Иә, таныстым. Бір апта бұрын ба? Иә, менің 4 балам бар, құрметті сот. Барлығы кәметке толмағандар. Денис Мартиннің адвокаты істің материалдарына оның қорғаушысына бірқатар сипаттамаларды енгізу туралы өтініш білдірді. Әйет ауылдық округі әкімнің аппараты берген, Әйет ауылдық округінің әкімі қол қойған. Оң сипатталды, жұбайымен бірге тұрады. Жалпы бұл сипаттама көлемді, отбасын қамтамасыз етеді. Яғни отбасы оған мұқтаж. Жалпы оң сипаттама берілген. Жалпы адвокат Денис Мартинге 6 сипаттаманы қолдану туралы өтініш білдірді. Оның бірге тұратын әйелінен, өз жұмыс істеген бөбекжай басшысынан, учаскелік инспектордан, көршісінен, бұрынғы қызметкерден. Олардың барлығы сотталушыны оң сипаттайды. Сондай-ақ сотқа жеке сот орындаушысына Мартиннің бұрынғы жұбайынан балаларға алимент төлейтіні берешек жоқ екен туралы анықтама берілді. Қорғаушы сотқа сотталушы бас бостандығынан айыруға байланысты емес, жазаға қол жеткізу үшін прокуратура мен кінәсін мойындау туралы келісім жасауға дайын екенін айтты. Мемлекеттік айыптау өкілі ұсынылған келісімнің мәтінімен танысуға уақыт сұрады. Процесс бір аптадан кейін жалғасады. Қостанайда жол жүру ережесін өрескел бұзған той кортежі ұсталды. 6 бірдей жүргізушіге мейрамханада әкімшілік хаттама толтырылып, 40 мың теңгеден айыппұл салынды. Полицейлер жосықсыз жүргізушілердің әрекетін әлеуметтік желіде байқаған. Бұдан бөлек құзырлы орган өкілдері алаяқтық жолмен несие рәсімдеу фактісімен мемлекет қаржысын жүйесіз жұмсаған азаматтарды темір торға тоғытты. Толығырақ келесі сюжетте. Қостанайда той кортежінің бірнеше жүргізуші жол ережесін өрескел бұзған үшін жазаланды. Полицейлер әлеуметтік желіде тараған видеоны көріп, бірден әрекет жасаған. Аталмыш оқиға бейне тіркегіштің арқасында белгілі болды. Жазбада анық көрсетілгенде бірнеше көлік бағдаршамының қызыл түсіне өтіп, жол жүру ережесіне елемеген барлық көліктер бір той кортежінен екені анықталды. Жосықсыз жүргізушілер той үстінде ұсталып, оларға мейрамхана ішінде әкімшілік хаттама толтырылды. Құқық бұзушылардың 6-ы 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни әрқайсысы 40 мың теңгеге жоқ айыппұл салды. Полицейлер заң барлығына бірдей екен және мерекелік шаралар мен ерекше жағдайлар бұзушылыққа негіз бола алмайтынын атап көрсетті. Полицейлер әлеуметтік желілерді үнемі қадағалап отыратынын мәлімдеді. Айта кетейік, жыл басынан облыстың белсенді тұрғындарының арқасында тәртіп бұзған 90-ға жоқ жүргізуші мен мемлекет мүлігіне зиян келтірген және қоғамдық орындарды ластаған 20 адам жауапкершілікке тартылды. Полицейлер тұрғындарды заң бұзушылықтар туралы хабарлауға шақырды. Қостанай облысында Моншаға келген азамат алданып жеке басынан несие рәсімдеген Қарасу аудандық сотында алдау және сенімге қиянат жасау арқылы алаяқтық жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қаралды. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлады. Сотта анықталғанда 2024 жылдың 4 қарашасында сотталушы мен жәбірленуші Қарасу ауылындағы Моншада болған. Банк өтініші арқылы сотталушы жәбірленушінің ұялы телефонынан 500 мың теңгеге 2 несие алған. Сотталушы өз кінәсін толықтай мойындады. Жәбірленуші жазған соттың қаралуына қалдырды. Азаматтық талап арызын қанағаттандыруды сұрады. Жаза тағайындау кезінде сот шын жүректен өкінумен кінәсін мойындауды ескере отырып, жауапкершілікпен жазаны жеңілдететін мән-жайлар деп атанды. Сот қылмыстық жолмен тапқан мүлкін тәлкілеп, 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Жәбірленушінің азаматтық талап арызы қанағаттандырылды. Ал Меңдіқара ауданында үкіметтің ақшасын жүйелі жұмсамаған азамат анықталды. 2023 жылдың мамыр айында қоныс аударушы атты азамат мемлекеттік субсидияларды пайдалана отырып, Сосынов ауылдық округінің Приозерное ауылынан үй сатып алған, бірақ тексеру барысында аталған азаматтың бұл мекен жайда тұрмайтыны анықталды. Сонымен қатар визуалды тексеру кезінде үйдің жарияланған құнына сәйкес келмейді екен, сондай-ақ тұруға жарамсыз екені белгілі болды. Осыған байланысты аудан прокуратурасы атты азаматтың әрекетін алаяқтық фактілер байқалғандықтан аталған істі аудандық прокуратураның аудандық кітабына тіркеу туралы шешім қабылдайды. Сотқа дейінгі тергеп тексеру аясында іс бойынша үйді сатқан адам жауап алу кезінде 350 мың теңгеге сатқан, ал аударылған 4 миллион теңгені атты азаматтың нұсқауымен кейін өзі көрсеткен банк шоттарына аударған түсіндірді.
Бұны банк өкілдері де растады. Меңдіқара аудандық сотының үкімі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 тармағына сәйкес қылмысты жасаған үшін кінәлі деп танып оған 3 жыл бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. Және Меңдіқара ауданының пайдасына 4 миллион теңге көлемінде материалдық шығынды өндеу туралы талап қанағаттандырылды. Үкім заңды күшіне енді. Әскерилердің ас мәзіріне ұлттық тағам енгізіледі. Бұл ұсынысты ұлттық ұлан өкілдері жасады. Яғни енді отан алдында борышын өтеп жүрген сарбаздарға ет асылып, бауырсақ дайындалады. Жаңашылдық туралы толығырақ тілшіміз Қаракөз Мақатова тарқатады. Ас адамның арқауы, адам денсаулығы үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Әсіресе отан алдында борышын өтеп жүрген азаматтарға құнарлы тағам берген жөн. Биылдан бастап әскерлердің ас мәзіріне ұлттық тағам енгізіледі. Жаңашылдықты Қазақ тағамтану академиясы мақұлдаған. Жаңа мәзірге сәйкес сарбаздар енді бешбармақ, ет, сірне, наурыз көже, нарын, кеспе, бауырсақ жейді. Бұл тағамдардың калориясы мен энергетикалық құндылығы жоғары. Сарбаздардың иммунитетін көтеріп, дене жаттығуларынан соң күш қуаттарын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Бастысы жауынгерлік рухты оятады. Жаңашылдыққа дайын біз өзіміз өткен жылдан бері сарбаздарға ұлттық тағам беруді қолға алдық. Әр аптаның жұма күн түскі асқа бешбармақ, бауырсақ дайындалады. Сарбаздар үйлерінен бір жыл бойы жырақта жүреді, сондықтан осы жерде үйдегідей сезінсін деп тамақты тойымды әрісінді қылып береміз. Әскерде сарбаздар күніне 3 мезгіл тамақтанады. Бұл таңғы, түскі және кешкі ас. Таңғы ас жарма, картоппен берілетін ет немесе балық тағамынан тұрады. Түскі асқа көкөністерден жасалған салат, бірінші және екінші тағам, алма, апельсин немесе банан жемістері ұсынылады. Ал кешкі ас таңғы ас сияқты ет немесе балық тағамынан тұрады. Бүгін жұма болғандықтан сарбаздарға негізгі тамақтан бөлек шелпек дайындалды. Ал жаңа бастаманы әскери бөлімнің сарбаздары қос қолдап қолдайды. Құнарлы тамақ дейтін бізге керек, өйткені біз қанша жаттығу жасаймыз, бізге энергия керек, бізге энергия береді, бұл күш қуат береді. Егерде бізде энергия болмаса, біз осы борышымызды өте алмаймыз деп ойлаймын. Сондықтан бізге энергия керек болмастан бізге құнарлы тамақтар көп береді. Соңғы жаңалықтар айтып жатыр. Осы қазақтың тағамдары бешбармақ, қуырдақ, сондай бауырсақтар таратады деп, осы сондай береді деп. Сол бәрімізге ұнайды, ас тәтті, жақсы. Асана тәтелеріңізге рахмет. Бұл ұлттық тағамдар бізге мысалы біздің қазақ екендігімізді, біздің жалпы көңілімізді ғана көтеру емес мереке кезінде, жалпы біздің мәдениетімізді, бірегейлігімізді бізге өзімізге танытып, есімізге түсіріп тұратындай дүние деп те айтуға болады. Ашық ақпарат көздеріне сүйенсек, жаңашылдық жыл соңына дейін еліміздің барлық әскери бөлімдеріне енгізілмек. Олжас Есенжігітов, Қаракөз Мақатова, Алау. Пушкин атындағы балалар кітапханасы жөндеу жұмыстарынан кейін қайта ашылды. Бүгін ашық есік күні, мұнда кішкентай балаларға арналған қызықты шаралар мен ертегілер қойылымы ұйымдастырылды. Кітапхана жаңаша түрленіп, материалдық базасы кеңейді. Пушкин атындағы балалар кітапханасы оқырмандарды қабылдауға дайын. Бұған дейін жөндеу жұмыстарына байланысты жабық тұрған жайлы хабарлаған едік. Кітапхана мамандары қазір барлығы жоғары сапада материалдық базамызда кеңейді деп отыр. Бүгін қайта түлеп ашылуына орай ашық есік күнінде ұйымдастырылды. Ну я подумаю еще. Вы должны меня еще уговорить. Жас оқырмандардың зейінін ашу үшін қызыл телпек қойылымы сахналанды. Білімге құштарлығын ашу үшін түрлі жұмбақтар жасырылып, тапсырмаларда орындады. Мен қазір 2-ші мектептің 1-ші сыныбында оқимын. Маған кітап оқыған қатты ұнайды. Қазір мен шағын ертегілерді оқып жүрмін. Олардың ішінде маған бауырсақ ертегісі қатты ұнайды. Маған кітап оқыған қатты ұнайды. Ондағы оқиға желісіне мән беремін. Көбіне қайырымдылық, жақсылық жайында оқимын. Маған қорқынышты кейіпкерлер жоқ, ертегілер ұнайды. Осы жақын күндері жер туралы кітап оқып едім. Өте жақсы, ақпарат өте көп. Жөндеуден өткен кітапхананың материалдық базасы жаңарған, сондықтан енді оқырман саны артады деген үміті бар. Балалар кітапханасы болғандықтан танымдық сабақтар жиындастырылып тұрады. Мұғалімдері, ата-аналар және біздің оқырмандарымыз, мектеп оқушылары қатыспақшы. Жалпы жөндеу жұмыстарының нәтижесі бойынша біздің кішкентай бүлдіршіндеріміздің көзі қуантарлықтай, көңілдер толарлықтай жаңа жиһаздармен, жаңа компьютерлермен, өздеріңіз байқағандарыңыздай бірнеше сахна ұйымдастырылып, сахна жасалып, көңілдер толарлықтай болып отыр.
Оқырман балаларға арналған кітап қоры биылда толыққан. Бұл жерге оқушылар сергу үшін де келе алады. Мәселен, оқырман залында шахмат ойын алаңдарда қамтылған. Одан бөлек оқырмандарға арнап компьютер қойылған. Бұл ғаламторға кіруге мүмкіндік береді. Сергей Лукашин, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Балалық шақтың дәмі Ат Разумовича сауда белгісі сатып алушылардың ГОСТ шұжық өнімдерінің жаңа желісімен қуантады. Олардың арасында дәстүрлі докторская шұжықтары. Сталған өнімдер түріндегі керемет ұсыныстары бар. Жаңа өнімдердің алуан түрлілігі туралы әріптестерім толығырақ айтып береді. Ат Разумович бренді өз тұтынушыларын жаңа өнімдермен қуантуды жақсы көреді, және бұл жолы олар балалық шаққа саяхат жасамақ. Аят Озат серіктестігінің технологтары мемлекеттік стандарт бойынша өз шұжықтарының жаңа желісін дәл осылай сипаттайды. Мемлекеттік стандарт желісін әзірлеу арқылы біз өткенді және бүгінгіні біріктірдік. Дәстүрлі рецепттер қатаң стандарттарға сәйкес, олар уақытпен тексерілген, яғни сапаға келіп береміз. Ал заманауи құрал жабдықтар өндіріс процесін технологиялық тұрғыдан озық етуге мүмкіндік берді. Сізге мемлекеттік стандарт бойынша дайындалған шұжықтар жайында көбірек айтып берейік. Мәселен, молочная шұжығы жұмсақ дәммен және классикалық құраммен тұтынушының бірден баурап алады. Бұл шұжықтың нәзік құрылымы бар. Ол таңғы ас, бутербродтар мен жеңіл тағамдар үшін өте қолайлы. Оған қоса мускат жаңғағының нәзік ноталар дәмге тереңдік қосып, сүтті астарда реңді көрсетеді. Ал докторская шұжығы бұл классикалық дәстүрлер мен жоғары сапалы табиғи ингредиенттер жиынтығы. Өнімге ерекше хосы және жеңіл дәмділік беру үшін мускат жаңғағы мен кардамонның нәзік ноталары қосылған. Сондай-ақ мемлекеттік стандарт желісінде арнайы жаңа өнім бар. Бұл Краков шұжығы. Оның құрамында таңдалған шошқа еті, жоғары сапалы сиыр еті және тек табиғи дәруіштер бар. Оның ерекшелігі неде дейсіздер ғой? Ерекшелігі мінсіз өндіріс технологиясында. Біріншіден шұжық қуырылып ысталады, кейін жұмсақтық пен шырындылық үшін қайнату сатылар өтеді. Осыдан кейін дәм мен құрылымның тамаша теңгеріміне қол жеткізу үшін ол кептіріледі, қайтадан ысталады. Өндіруші краковская шұжығы мерекелік дастарханға, бутербродтарға өте жақсы келетінін айтады. Сонымен қатар бұл өнімді жекелей жегенде дәмді болады. Ат Разумович бренді әрқашан дамуға ұмтылады, маркетингтік зерттеулер жүргізеді. Біздің тұтынушылар өз үстелдерінде қандай өнімдерді көргісі келетінін зерттейді. Сондықтан көп ұзамай сөрелерде тағы екі жаңа зат пайда болады. Бұл Ат Разумович сервелаты мен Ат Разумович сүт шұжықтары. Барлық ингредиенттердің сапасы мемлекеттік стандартқа сәйкес келеді, және біздің тұтынушылардың жоғары рейтингтеріне кепілдік береді. Ат Разумович брендінің шұжықтар желісі нағыз дәмді бағалайтындарға арналған. Өнімді Қостанай облысының фирмалық бөлімдерінен, дүкендерден және супермаркеттерден сатып алуға кеңес береміз. Осындай ақпаратпен хабарымызды аяқтаймын. Сау саламатта болыңыздар.